Біздің МОО Tier 3 сәйкес келеді. Бұған не кіреді? Бізде меншікті қосалқы станция бар. Ол екі тәуелсіз иінге бөлінген. Қосалқы станциямыз 1 мегаватт. МОО шамамен 500 киловатт тұтынады. Яғни қуат бойынша 2 еселік резерв қарастырылған. Әрі 2 бөлек иін бар. Әр қарай бізде 400 кВА 2 дизельді генератор орнатылған. Әр иін шамамен 200 кВА тұтынады. Яғни әр қайсында да қуат қоры бар. Бұл болашақта жабдықты ауыстырмай-ақ кеңейе аламыз. Үздіксіз қуат көздеріне келсек, олар да екеу. Әр қайсысы 280 кВА. Барлық тіректер бойынша номиналды тұтынуы шамамен 180, яғни бұл жерде де жеткілікті қор бар. Әр тіректе 2 ПДЮ қарастырылған, әр қайсысы 7 киловатт. Жалпы алғанда бір тіректе 14 киловатт. Орнатылатын жабдықты біз 7 киловатт есебімен жоспарлаймыз. Соның арқасында әр иін бойынша қосымша резерв сақталады. ДГУ тестілеу апта сайын жүргізіледі. Біз жоспарлы түрде бір иінді өшіріп, генератордың жұмысын тексереміз. Мұны саналы түрде жасаймыз және тексеру кезінде қандай да бір ақау анықталған жағдайда да МОО жұмысы тоқтамайды. Жүйе үздіксіз жұмысын жалғастыра береді. Әрбір тестілеу алдында біз абоненттерімізді міндетті түрде хабардар етеміз.